Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін мынадай невидимка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең кіші нөмірлі, яғни 1 болмаса 2 нөмірлі ілмек қажет. Қайшы, невидимка және жіп. Олай болса кеттік. Алдымен жібімізді кішкене тарқатып аламыз. Содан кейін түбінен осындай түйін жасаймыз, түйеміз. Және ілмегімізді кіргізіп бір түйін жасап аламыз. Мінекей осылай. Енді ілмегімізді жіптен шығарып, мына невидимканың ішіне кіргіземіз. Мінекей оң жағынан бастаймыз. Невидимкамызға ілмекті өткіздік. Енді ілмекке жіптелеміз. Осылай іліп аламыз да астынан тартамыз. Мінекей. Енді жұмыс жібін іліп бір баған тоқимыз. Келесі тағы да ілмегімізді өткізіп, оған жұмыс жібін астынан ілеміз. Өткізіп аламыз невидимкадан. Және бір баған тоқимыз. Мінекей. 2 баған тоқыдық. Енді мынау жіптің соңы бар ғой. Соны қосамыз 2 жіпті жұмыс жібімен бірге. Өстіп, енді баған тоқып аламыз. Воздушный дейді ғой, ауадағы. 2 жіпті қосып тоқимыз. Бір баған. Екі. Үшеу. Енді бұлай сәйкестендіріп көріңіз. Егер келсе, негізі мынау үлкен невидимка болғандықтан 4 рет 4 баған тоқыған дұрыс. Мінекей 4 баған тоқыдық. Енді жіпімізді келесі жағынан бұрып, мынау жіптің қалдығы қала берсін. Оған тиіспейміз. Осылай бұрып аламыз да, ілмегімізді мына жақтан өткіземіз. Тағы да баған тоқимыз. 1. Дәл осы әдіспен енді айналдырып мына жерге дейін тоқып шығамыз. Ілмегімізді ілеміз. Мынау жіптің ұшы осы ортада қала береді. Бұл бір жағы жастыру. Жіптің ұшын жасырамыз осылай. Мінекей. Түсінікті болды деп ойлаймын. Арасын ашпауға тырысамыз. Арасын ашпай. Осылай тоқып шығамыз. Одан кейін айта кететін тағы да бір нәрсе. Ол мына жіпті өткізгенде осыны түзелеп отырамыз. Осылай айқасып, сөйтіп кетпеу керек.
келесі нәрсе, мынау тағы да кішкене арасы ашылып тұрған сияқты. Келесі нәрсе бізде бұл мынау тоқыған бағанағы цеп дейді ғой. Сондай осы жерімізге енді астынан ілмегімізді өткізіп, оның астына жұмыс жібін іліп, осылай тоқитын боламыз. Бұл жерде нақты бір мұнша тоқу керек деген сан жоқ. Ең бастысы мынау қара невидимканы жауып тұру керек. Енді соңғы тағы да бір баған тоқиық. Келесі енді ауадағы воздушный екі петля, екі баған тоқып аламыз осылай. Енді мына жердегі тоқылған бірінші қатарға ілмегімізді өткіземіз. Мынау қатты созбайсыздар. Созбай тоқимыз, бос емес. Осылай өткізіп аламыз. Келесі тағы да екі баған тоқыдық. Енді бірінші ортадағы бір бағанды қалдырамыз да, екінші бағаннан өткіземіз. Тағы да екі, араға бір баған қалдырып тоқып отырамыз. Неге бір баған қалдырдық. Мына бағаннан өткіземіз. Тағы да дәл солай араға бір баған қалдырамыз. Келесі бағаннан өткіземіз.
мінекей. Ең соңғы мінекей, енді жібімізді осылай кесіп тастаймыз. Енді мына екеу арасын жалғаймыз. Соединяем. Ол үшін мұндағы екі қатар тұрған жіпті алып, содан өткіземіз ілмегімізді. Оған жұмыс жібін іліп, осылай тартып өткізіп аламыз. Мінекей. Енді мына астынан дәл жаңағы жұмыс жібі шыққан жерді тағы да бір тартып жібереміз. Сонда мінекей, әдемі зор шықты. Енді мына жіпті қалай жасырамыз? Ол кезде мінекей, мына тоқығанымыздың астынан өткізіп, мына жағынан қарайсыздар, оң жағынан шығып кетпесін. Осылай мында кеп аламыз да, мына жіптердің арасына ілмегімізді өткізіп, осының арасына жасырамыз. Егер шығып кетеді деп қорықсаңыз, жасырғаныңызға күмәніңіз болса, онда клеймен клейлесеңіздер де болады. Болмаса ине жіппен тіге салсаңыз да болады. Мінекей, невидимкамыз дайын. Назарларыңызға рахмет үлкен. Егер менің көрсеткен әдісім сізге невидимка тоқуға жарап жатса, ұнап жатса, онда лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.